Ассалаумағалейкум оқырмандарым, қалайсыздар? Бүгін мен сіздерге қарапайым бал торты студент кезімнен жасап жүрген, яғни медовиктің рецептісімен бөліскелі отырмын. Ол үшін бізге ұн, бал, қант, маргарин майы, жұмыртқа және ас содасы қажет. Алдымен қайнап тұрған су буына қант, маргарин майы және балды салып, араластырып отырып біркелкі масса болғанша ерітіп аламыз. Массамызды су буынан түсірмей тұрып, ас содасын қосып араластырамыз. Кейін ыдысымызды будан алып 3-5 минут суытамыз. Содан соң жұмыртқаларды салып, массамызды біркелкі етіп араластырамыз. Алдын ала електен өткізген ұнымызды 2-3 бөліп қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Алғашында қасықпен, кейін қолмен әдеттегідей қамыр жасаймыз. Дайын болған қамырымызды 10-15 минутқа тоңазытқышқа қоямыз. 10-15 минут өткеннен кейін тоңазытқыштан қамырымызды алып, біркелкі етіп видеодағыдай 8 бөлікке бөлеміз. Әр бөлікті жекелеп дөңгелетіп аламыз. Қамырымыз өте икемді, сондай жұмсақ болып шығады. Әр бөлікті 20 сантиметрге жуық диаметрде жаямыз. Себебі менде торттың диаметрі 18 сантиметр болатындықтан шетінен артығырақ етіп жаямыз. Осылайша әр бөлікті қажетті формамызға келтіріп жайып шығамыз. Видеодағыдай шанышқымен тесіктер жасап шығамыз. 180 градуста қызып тұрған пеште астына пергамент қағазын төсеп, аздап ұн себелеп, сосын корждарымызды салып пісіреміз. Корждар өте тез 3-4 минутта піседі, пешіңізге байланысты уақытта өзгеріс болуы мүмкін. Піскен корждарды бірден керек диаметрге шеттерінің артықтарын кесіп аламыз. Осы әдіспен барлық корждарды дайындаймыз. Корждар жақсы көтеріліп, жұмсақ болып шығады. Корждар дайын, енді тортқа арналған кремімізді жасауға кірісеміз. Ол үшін бізге 2 ақ зат қажет: қойытылған сүт, яғни сгущенка, және маргарин майы. Екеуін ыдысымызға салып, жақсылап миксерлейміз. Кремімізде түйіршіктер пайда болмас үшін алдымен азырақ жылдамдықта, кейін жылдамдықты үдете отырып жақсылап миксерлейміз. Енді тортымызды жинауға кірісейік. Әр коржымызды кремді шамамен 2 ас қасық мөлшерінде салып, тортымызды жинаймыз. Соңынан сыртына да крем жағып, тоңазытқышқа 30 минуттай қоямыз. Қалған кремді тағы да бір рет тегістеуге арнаймыз. Тортымыздың корждарынан шетінен асқан қалдықтарын үгітіп, тортты әсемдеуге қолданамыз. Қосымша әрлеуге топпер немесе жидектер қолдансаңыз да болады, және де сыртын тегістеуге басқа да кремдер қолдануға да болады. Бірақ негізгі медовик бал тортының осы әрлеу ең сай келеді деп ойлаймын. Бұл тортты ысынар алдын 2-3 сағат бұрын дайындасаңыз жақсы болады. Кремі толықтай сіңіп, одан ары жұп-жұмсақ болып шығады. Бұл тортымыз сондай жұмсақ және дәмі балдай болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын. Рецепт ұнаса, каналға жазылып, лайк басып, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Назарларыңызға рахмет.